Сәлем қыздар, бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай дайындалатын балды торттың қамырын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен 100 грамм бал, 120 грамм сары май, 200 граммдай қант керек болады. Осылардың барлығын бір ыдысқа салып, орташа отта ерітіп аламыз. Осылай еріп жатқан кезде үстіне бір шай қасық содамызды қосып араластырамыз. Содамыз реакция беріп, ақ түске боялып көпіршитін болады. Ары қарай араластыра береміз. Осылай біртіндеп түсі сары түске, одан кейін карамельный түске дейін боялады. Міне осындай карамельді түске дейін боялған кезде оттың астын өшіріп, суытып аламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпейтіндей суытып, одан кейін ыдысымызға салып, 2 жұмыртқаны қосып, қамыр илейміз. Осы рецептімен дайындайтын болсаңыздар, қамыры өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Қамырды илегеннен кейін бірден бөліктерге бөліп, диаметрін қалауыңызша 5 минуттан пісіріп алсаңыздар болады. Осы тортқа қолданылған кремді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын.